Сәлем достар баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай таразысыз, ешқандай миксерсіз, қолжетімді заттардан шайға пирог дайындайтын боламыз. Пирогтарымыз өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды толықтай қарап, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға осындай шұңғыл 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен 1 стакан қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жарты стакан сұйық майымызды құямыз. Сұйық майларыңыз міндетті түрде иіссіз болуы керек. Енді үстінен айранымызды қосамыз. Айранымыздың температурасы маңызды емес. Менде салқын айран және майлығы да маңызды емес. Және екінші жартысына 1,5 стакан құямыз. 1 шай қасық ас содасын салып, осындай реакция жүреді. Жақсылап мискамызға құйып, тағы да араластырып аламыз. Үстінен ванилин қосамыз, тағы да қозғап аламыз. Енді үстінен ұнымызды қосатын боламыз. Ұндарыңызды таразыға өлшеудің қажеті жоқ. 2 стакан ұндарыңызды міндетті түрде осылай електен өткізіп алыңыздар. Және аз-аздан қосыңыздар. Бірден салып жүрмеңіздер. Пирогтарымыз көтерілмей қалатын болады. Мен осылай 3-ке бөліп қостым. Сіздер де дәл солай бөліп қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Массамыз дайын болды. 2-ге бөлеміз. 1 бөлігіне осындай менде пищевой краситель бар, қызыл. Содан қостым. 1 шай қасық және какао салдым. 2 шай қасық, 2 шай қасық толтырып. Жақсылап қозғап аласыздар біркелкі болғанша. Массаларымыз дайын болды. Енді табамызды алып, майлап алсаңыздар да болады. Мен майламадым. Енді дайын болған массамызды осы табамызға құйып алатын боламыз. Осы уақытта пештеріңізді 175 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне кезек-кезек құйып аласыздар. Ең төменгі жағына ақ массамызды құямыз. Бетінен қызыл массамызды құйып, бетінен кішкене осылай зор сияқты жүргізіп аласыздар. Ең бетіне қайтадан жартысын алып қалған массамыздың қалған бөлігін құйып шығамыз. Осылай бетін кішкене ұзорлап жібересіздер. Ол міндетті емес. Дәл солай пісіріп алсаңыздар да бола береді. Үстіне низ салып шықтым. Міне дайын болды. Дайын болған массамызды 35-40 минут пісіріп аласыздар. 175 градус қызып тұрған пеште. Пирогтарымыз пісіп шықты. Осы уақыт аралығында өте керемет, нәзік болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Сау болыңыздар.